Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым? Арнама қош келдіңіздер. Арнаға жазылып, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Жаңа әңгіме. Есікті дүрсілдетіп алып барады. Таң атпастан аш-аштың астын алып жатқан қайын әпкесі екенін даусынан танып, күйеуіне бір, есікке бір қарап, қалатын кие бастады. Мараттан құтқарушы шықпайтын біліп те тұр. Бірақ есек дәмемен жалтақ-жалтақ қарап, есікке қарай жүрді. Есікті ашар-ашпастан жұлынып кірген қайын әпкесі: «Әпкең ақшаны әкелді ме? Бірақ сендей қайыршылар оны қайдан табады? Тұқымыңмен аферист екенсіңдер», деді де екеуі ас үйге қарай жүрді. Жазира көз жасын үнсіз төгіп, қайын әпкесінің соңынан ерді. «Келін, мен ол ақшаны өмір бойы жинадым. Өзің білесің, жетпегеніне кредит алдым. Сонда сенің жездеңмен Сайқал әпкең менің ағадал еңбегімді осылай пайдаланып кете бере ме?» деп ашуланған қасында тұрған келінді жұлқып алды. Әпкесінің айқайынан шошып оянған Сұлтан шыңғырып жылап жатқасын, қайын әпкесіне қарамай жүгіріп жатын бөлмеге барды. Марат баланы жұбата алмай көтеріп тұр екен. Бірақ бөлмеден шыққанға бата алмай тұрған сияқты. Баласын қолына алып: «Ботам менің, жылама», деп құлағына сыбырлап, құшағына қыса берді. Бірақ қайын әпкесі айқайлап: «Өліп қалдыңдар ма? Шығыңдар. Мен сенімен тығылыспа ойнауға келген жоқпын», деді. Сұлтан қайын әпкесін көрсе бітті, шырқырай беретін болған. Әпкесінің күнде келіп шығаратын ұрысынан бұл емес, бала зәразап болғанға ұқсайды. Баласын көтеріп шыққан Жазираға қарап жездесі: «Балаңды алдыңа салма. $10,000 жерде жатқан ақша емес. Саған да, ана аферист әпкеңмен жездеңе де айттық, ақшамызды қайтарсын. Қайтармаса, сені балаңмен қосып, қаңғытып жібереміз» деп. Бірақ қозғалмай жатқандарына қарағанда, сен оларға керек емес сияқтысың. Біз бәріміз кеше келіп, сен сияқты аферист туысқандар бар келінді келін ете алмаймыз деп шештік. Сондықтан үйді босат. Саған кет деуге келдік. Маратқа әлі мынау деген талай қыз алып береміз, деп бірақ тоқтады. Жазираның шамасының жеткен жері екі көзге ерік беру ғана. Ішінен Марат қия қоймас деген оймен: «Әпке, жезде, не жазығым бар мені қуатындай», деген. Жазираның сөзін естімегендей әпкесі: «Әй Марат, неге шықпай қалдың бөлмеңнен? Жинастыр мына қатынның қоқыр-соқырын, апарып тастаймыз төркініне». Есі шыққан Жазира: «Әпке, қайда барам?» деген шарасызданып: «Сонда сенің ойыңша, бізді соттың алдында қаралап алған жоқпыз деп арамдық жасайды екенсіңдер? Біз ештеңе болмағандай сенің туысқандарыңды құда деп жүре береді деп ойладың ба? Жоқ шырағым, біз ондайға көне қоятындай адам емеспіз. Обалың әпкең мен жездеңе». Қайын әпкесіне жалынғанмен ештеңе шықпайтынын білген Жазира енді күйеуіне қарап: «Марат, менің не жаздығым бар? Сұлтан қайтеді?» деді. Марат күмілжіп: «Кеше саған айта алмадым, бірақ мен сенімен тұра алмаймын. Үлкендер солай шешті. Кешір», деді. Жазира не істерін білмеді. Жылайын деп еді, көзінен жас та шықпады. Үйленгелі 4 жыл болса да, өзінің отбасы, ошақ қасы дегендей бауыр басып, сіңісіп кеткендей еді. Не болып кетті өзі? Жазира 7 баланың кенжесі, мектепті жақсы бітіріп, ары қарай оқимын деген соң, ата-анасы құлшынып тұрған қызының бетін қайтармаған. Алматыға барса, үлкен қыздары тұрады, соның қолындағы жүріп оқиды деп шешкен анасы жетектеп Алматыға алып келген. Сол кезде жездесі мен әпкесі бұларды қуана қарсы алып: «Оқимын десе қазір қиын емес қой, грантқа түспесе ақшасын төлеп тұрсаңыздар да болады», деп алдын ала ақшасын айтқан. Анасы: «Менің кенжем ақылды, өзі-ақ оқуға түседі», деп бұған сенімін білдірген еді. Жазира күні түні дайындалып, грантқа болмаса да кредитке түсіп тегін білім ала бастады. Бірақ анасы кетісімен жездесі өзгеріп сала берді. Жездесінің сөзі бойынша, балдыз тамақты көп жейді екен. Балық болып кеткен бе, ваннаға неге түсе береді? Қатты жүре ме, қатты күле ме? Деген сын күннен күнге көбейгені соншалық, Жазира тамақты ішуден қалды. Жездесі барда дастархан басында ұзақ отырмауға тырысады. Әпкесі: «Қойсаңшы» дегеннен басқа
шамасы жетпейді. Жазира ішінен не болса да шыдайын, кетіп қалсам әке-шешемді ұятқа қалдырам ғой, деп өзін өзі қайрап оқуын оқи берді. Жазғы демалысқа барғанда қыздарының күйін көріп, әке-шешесі «Жаным-ау, неге сонша арып кеткенсің?» деген сұрақтарына Алматыда қыздардың семіз болғанын жақтырмайды екен, содан мен де қалалық болайын деп азып кеттім, деп қалжыңға сүйеп, өздері әрең отырған әке-шешесінің көңіліне қарап ештеңе де айтпады. Екінші курс оқып жүргенде Асқар таудай әкесі өтті дүниеден. Өлгеннің артынан өлмек жоқ дегендей, Жазира жылап сықтап алып оқуын жалғастырды. Әкесі барда жездесінің түртпегі де онша жүрегіне батпаушы еді. Жездесі қалжыңдаған болып: «Әкең де жоқ енді, оқуыңды не қыласың? Байға тиіп алсаңшы, әпкең сияқты. Отырасың мені жұмсағандай байыңды жұмсап», дейтінді шығарды. Бір күні әпкесі: «Жазира, біз саған керемет жігіт таптық, тисең өкінбейсің», деді. Жазира әпкесіне қарап: «Сіз бе? Әлде жездем бе тапқан? Менен құтыла алмай жүрсіңдер ме?» деді. Әпкесі ренжіп: «Мен не, саған жамандық ойлайын ба? Сен жақсы болсаң, маған да, өзің айтпақшы жездеңе де жақсы. Мамамызға айттым ол жігіт туралы. Ол кісі де жақсы адамдар болса, қарсы емеспін дейді». «Ол кім, сонша бәрің мақтап отырған?» «Ана жолы үйге шақырған жездеңнің жаңа достары бар ғой, соның қайнысы». «Сіздердің танысқандарыңызға бір айда болған жоқ қой, қалай дос болып кеттіңіздер?» «Өзің көріп жүрсің ғой, Рая қандай керемет келіншек. Соның туған інісі, аты Марат. Сенен 3-4 жасқа ғана үлкен. Тәп-тәуір жұмысы бар. Одан артық не керек саған? Әке-шешесі қайтыс болып кеткен. Ата-ене бақпайсың. Содан әпкелері келін қарастырып жүр екен. Ал ана жолы қонаққа келгенде сені көріп естері кетіп отыр. Неге ол жігіттің өзі қалыңдық таппайды? Әпкелер тапқанда ала салатын ол қандай адам? Мен әлі оқуымды бітірген жоқпын. Оқуымды бітіріп алайын. Содан кейін ғана күйеу жағын қарастырам», деген Жазира. Содан кейін жездесі мен әпкесінің ұйымдастыруымен Жазираны Марат алып қашып кетті. Әрине, қуғыншы болып жездесі мен әпкесі келіп, қалмаймын деген Жазираны елдің бәрі естіді, байдан шықты деген атқа қаласың, деп жылатып тастап кетті. Кәрі шешесіне бәрін өзіміз қатырамыз деген соң, құдалықты анасы: «Мен қартайдым, кенжем Жазира болса, тұңғышым Нәзира. Өздеріңіздің достарыңыз екен. Әкенің жақындығы жездедей-ақ», дейді қазақ. «Енді құда мен құдағиларыңыз осы екеуі», деп бар билікті әпкесі мен жездесіне берді. Бірде бір рет көрмеген Маратқа осылай жар болған Жазира басқа салған соң көнді. Марат әпкесі айтқандай момын жақсы жігіт болып шықты. Ата-анасы қайтыс болған соң Марат аға әпкелерінің үйлерінде жүріп, ештеңемен шарасы болмаған көрінеді. Қайнапкесінің үйінде келін болып түскен Жазира бір Мараттың айлығына қарап отырса, өмір бойы әпкелерінің үйінде не пәтер жалдап тұруы керек. Күндіз оқуын оқып, кешке Марат күзетші болып істейтін кафеде ыдыс-аяқ жуып, Жазира екеуі тату-тәтті өмір сүріп, пәтер жалдап, тұңғыштары дүниеге келген соң, жиған тергендеріне қаланың шетінен 6 соттық жер сатып алды. Бір күні әпкесінің құрбысы, яғни қайын әпкесі Рая келіп: «Жазира, сенің жездеңе, яғни құдамызға $10,000 бердік. Бізге Алматыдан жер алып беретін болды», деді қуанып. «Жездем жер басқармасына кіріп пе?» деді жездесінің сырын білетін Жазира. «Жоқ, танысы бар екен, сол арқылы алып беретін болды». «Жақсы болған екен», деп Жазира онша мән бермеген. Екі жақтың әпкелері жан дос болып, кез келген қуаныштарын бірге тойлап, бір-бірінсіз тамақ ішпейтіндей жақсы араласып жүрген. Жазира әпкесі мен жездесінің өмірі ешкіммен ұзақ араласпайтынын, барлық адамның кемшілігін тізіп отыратынын білетіндіктен, бұл жақсы қарым-қатынасқа қайран қалып жүрген. Іштей өздеріне ұнаған адамдар табылған ғой, ұзағынан сүйіндірсін дегенде қойған.
Сол 10.000 доллар Марат пен Жазираның шаңырағының ортасына түсіретінін кім білген. Жездесі, әне әперем, міне әперем деп 3 жыл сиыр құмалақша салғасын, Жазираның қайын әпкесінің шыдамы бітіп, ақшамды алып қайтармай жатыр, деп сотқа берген. Сотта Жазираның жездесі мен әпкесі жала жауып отыр, алған жоқпыз деп бет бақтырмапты. Мал ашуы, жан ашуы дегендей, қайын әпкесі қолына ешқандай айғағы жоқ болып, жеңіліп қалғасын. Сіңліңді алып кет деген. Жездесі, Жазирада біздің шаруамыз жоқ, ауылда шешесі бар, апарып беріңдер. Дегенде, қайын әпкесі айтқандай, бұлардан алған 10.000 долларға сатып алған машинасына отырып, кетіп қалған. Басқа көнсе де мұндай қорлыққа көнбеймін деп шешкен Рая, сол күні барлық бауырларын жинап, Маратты шақыртып, Жазирамен ажырасасың, деп талап қояды. Өмір үлкендердің айтқаннан шықпайтын Марат, басында Жазира мен баласын қимай қипақтап еді, жездесі інісінің қызын беретін айтқан кезде сылқ ете қалды. Баласы мен өзінің киімдерін ғана алдыртқан қайын әпкесі Жазираны детектетіп машинаға салып алды. Марат бір ауыз сөз айтып, қоштасқанда жоқ. Жазира жылағанмен, жалынғанымен, ешкімнің бұған жаны ашымайтынын білсе де, көзінің жасын тоқтата алмады. Әпкетай, құдай үшін, менің не жазығым бар? Сұлтан кішкене өскенше шыдай тұрыңызшы. Жұмысқа шығып, бір тиынын қалдырмай төлеп берем. Мен саған айтып отырмын ғой. Обалың әпкеңе. Сен ол ақшаны қанша жыл төлейсің? Өмір бойы ма? Сондықтан рахмет. Сендерден бір тиын керек жоқ. Ақынан ұмырсын, сенің әпкеңмен жездеңді. Зуылдауы жаман ет? Жоқ, білсемші. Сол кезде сені әдейі берді. Сен мүттәйім соны біліп тұрып, берме дедің ғой. Әпке, сіз беріп қойған соң айттыңыз ғой маған. Мен сіздер келіскен кезде қастарыңызда да болған жоқпын. Ол ақшаның түрінде көрген жоқпын. Қолыңыз болып кетейін. Сұлтан әкесі қалай өсет? Жап аузыңды, өзім шаршап отырмын. Сенің ызыңыңды еститін шамамда зауқымда жоқ. Ит сияқты қуып жіберейін дегенмен басында. Бірақ ауылына барып, елдің бәріне сендердің қандай сұрқия адам екендеріңді айтып, кетейін деп отырмын. Сонда сендердің тұқымдарынан бәрі айналып қашатын болады. Әйтпесе, күйеу баламыз ішті, қайын әпкеміз сидырмады деп, өздерің судан таза сүттен ақ бола саласыңдар. Сол үшін арнайы бара жатырмын, елге қарабет етейін деп. Жазира түсінді. 4 жылдан бері қайын әпкесінің мінезін жақсы білет. Бұл да бір, өзінің Назира әпкесі де бір. Сырт көзге ашық жарқын көрінгенімен, екі адамды қоңсы қондырмайтын көк долының өзі. Қайран анамай, қалай шыдар екен мына іске? Жазира шау, адам болам дегендегі тірлігің осы ма? 70-ке келгенде елге қарабет еттің-ау, дейді ғой. Анасы ойына түскен сайын жасы тоқтамай, Жазира ауылға жеткенше аңырады. Машина есік алдына тоқтасымен, қайын әпкесі Жазира мен Сұлтанның киімдерін сыртқа лақтыра бастады. Және айқайлап, Жазираны да, Назираны да қарғап сілеп жүр. Бүкіл ауыл тез-ақ жиналды. Айқай-шудан жүгіріп шыққан анасы, құдағи, қой үйге кір, деп тоқтатайын деп көріп еді, итеріп жіберді. Беттерің құрсын, сендер құда деген сөзді білесіңдер ме? Әдейі алып келдім қызыңда, деді де жиналғандарға қарап. Әй, халайық, мына кемпірдің қыздары аферист, елдің ағадал ақшасын алдап, алып бермей қояды, деп бәрін айқайлап айтып шықты да, Жазираны итеріп түсірген соң, машинаға отырып кетті де қалды. Елдің бәрі цирк көргендей тамашалап қарап тұр. Жазира кіретін тесік болса кіріп кетер еді, бірақ жоқ, не істейді? Баласын көтеріп алып үйге кірді. Артынан анасы кірді. Жазираның бетіне қарауға жүзі шыдамай теріс айналды. Осы ұрыс басталғанда үлкен қызына зар жылады. Тауып бер деп. Қайдан? Ол ақшаны бізде біреуге бердік. Қалтамызға бір тиын да салған жоқпыз, деп қызы мен күйеу баласы бет бақтырмады. Өзінде болса, сол құрғыр ақшаны өзі-ақ тауып берер еді. Құдалар сол үшін қызын өстіп, әкеп тастайды деген ой үш ұйықтаса да түсіне кірмепті. Үрпиіп шешесінің алдында отырған жиенін көргенде көзінен жасы ыршып кетті.
Ақша баладан артық болған заман-ай. Әңгіменің соңы. Құрметті тыңдарман, сіздерден бір-ақ өтініш. Арнама жазылып кетіңіз. Күнде жаңа әңгімелер шығып отырады. Сау саламатта болыңыз.